Саламатсыздар. Начало прямой эфир. Дәл қосылған жоқ екен. Саламатсыздар. Кеше мен прямой эфирге бірден шыққаннан кейін кішкене ананы қосуды білмей қалдым. Сонымен кішкене не болып қалды. Мынандай жағдай. Менің онымен жаңағы дайындап, сұмдық жазып, видео жазып, оны алып жаңағы қысқартып, не қылып, қосып, алып, кешеде айттым, мен жағдайым өзі қолымнан да келмейтін тірлік. Маған неге бұл тіреліп тұр? Не үшін маған прямой эфир керек болып тұр? Мен анау жазып саламайтын болғаннан кейін прямой эфирдан мен өзім мынау еңбекті қорғау саласының маманы болғаннан кейін, Госкортехнадзордың маманы болғаннан кейін, бұрынғы, кейінгі, осы жерде көп заңдардың біріне келіспеушілігін, жағдайлардың келіспеушілігіне менің жаным ауырады. Көп адамдар жаңағы жазатайым оқиғаларға түсіп қалады. Одан ешқандай құқықтары қорғалмайды. Не болса соны жазады, не болса соны қояды. Осы жағдайға менің шынымды айтсам, мен біліп тұрғаннан кейін жаным ауырады. Әрине бұл жалпы сондай сөз бар ғой, білмеген жақсы деген. Білсең бәлеге қалдың, білсең. Енді бұл кеше біреулер не бас жоқ, не аяқ жоқ айттым деп маған жекеме шығып айтып жатыр. Дұрыс, енді оларда қауіпті өндірістік объектіде жұмыс істемеген адамдар, олардың жұмыскерлер даярлау, қайта даярлау бойынша енді ол шілей біліңкіремейді. Ол дұрыс әңгіме. Ал енді мынау жазатайым оқиғаға кез келген жұмыскердің түсуі мүмкін. Соны тергеп, тексеру деген, ол деген енді үлкен оқыту. Ең бірінші мен өзім қауіпсіздіктің алдын алуды ең бірінші оқытуды қоямын. Жақсылап оқытылған, үйретілген адам қауіпсіздікті сақтайды. Қазір соңғы кезде қауіпсіздік мәдениеті деген шықты. Культура безопасности деген. Енді осы екінші нәрсеге, бұл бойынша мен келешекте тағы бір осылай хабарға шығам. Мен бір 10-15 минут айтам деп ойлағам. Сөйтсем мен эфирге сыймайды екем. Сондықтан сәл ертерек бастап отырмын. Бұл еңбек кезінде, еңбек қатынастары кезінде жазатайым оқиғаға түсіп, қандай да бір жаңағы аяғын сындырып, қолын сындырып деген сияқты болмаса, басқа бір жағдайлар болғанда оның ауыр, өзіне ауыр, семьяға ауыр, жұмыс берушіге ауыр, оның бәрі. Осының бәрін сондай инцидент деген болады, мысалы. Сол инцидентті зердеп, тергеп, тексеріп, ешқандай қолға алмайды, оны жасырып жабасылады. Инцидентті зердеп тексерсе, болашақтағы мүмкін болатын жазатайым оқиғаға орын берілмеспеді. Осыны мен әріректен бастаймын, мен күнде шығамын, күнде сағат 1-ден бастап қарай бөлілеріңіз болады, 1 мен 2-нің ортасында күнде прямой эфирге шығам. Бұл жазатайым оқиғаларды мені әсіресе мені қатты алаңдаушылығымды білдіретін қауіпті өндірістік объектілердегі жазатайым оқиғалардың тергеп тексерілмеуі. Бұның бәрі неден басталды? Ертең, бүгін сыймаса ертеңде жалғастырам. Біз 90 жылдары егемендік алғаннан кейін бұрынғы Госкортехнадзор айқайменен, шумен әйтеуір Макеевский деген кісі болған. Сонымен соймінде істейтін неше түрлі адамдардың бұлай әйтеуір маневрларыменен Госкортехнадзор ЧС-ға қосылды. ЧС-ға, АЧС создавали, АЧС-ға Госкортехнадзор қосылды.
Ол қосылмауы тиіс еді, бірақ әлі күнге дейін өкінішке орай сояқта отыр. Соның составында отыр. Бұл Госкортехнадзор деген былай қауіпті өндірістік объектілерде жұмысты қауіпсіз жүргізу және таукен қадағалау деп аталады қазақшасы. Орысшасын айтқан кезде государственный надзор за безопасным ведением работ промышленности и горный надзор дейді. Вот Госкортехнадзор деген бұл 100 жылдай, уже 100 жылдай болды. Мен сол салада істеп жүргенде 85 жылдығын тойлағанбыз. 85 жылдығын. Одан бері қарай міне 20 жылға жуықтап қалды. Демек 100 жылдан артық деген сөз. Бұның үлкен тарихы бар нәрсе. Осы ЧС-ға қосылғаннан кейін 1068 деген қаулы шықты. 1068 деген қаулы шықты. 7 июнь 98 жыл болу керек. Соныменен Госкортехнадзор жұмыс істеді де, Госкортехнадзор инспекция по предупреждению и ликвидация ЧС деп өзгеріп кетті. Оны өзгерткен жігіттерді білемін. Олар менің наставниктерім, менің тәлімгерлерім, маған жұмыс үйреткен адамдар. Жігіттер деймін, біреу бар, біреу жоқ. Үлкен кісілер ғой бәрі. Енді сол кезде Минтруд пайда болды бізде, Минтруд. Бұрын бізде Минтруд меніңше жоқ болған, ол анау ненің несінде болған. Инспекция труда профсоюздың қарамағында, профсоюздың ішінде болған. Ал енді анау немене Министерство соцзащиты болған ғой ол. Сол Министерство соцзащиты Министерство труда болып, инспекция трудан алды. Инспекция труданы создавать еткен, соның аяғына тұруға үлкен соғыстың еңбегі бар. Біздің ардақты менің көкем, ағам, тәлімгерім Бисақай Серікқали Құмарович басқарды. Ол кісі, конечно, ол глыба дейміз, величина. Соныменен Минтруд Қаракузова Гүлжада Жапиевна деген министр болды да, Отруде деген законды шығарып қойды. Меніңше 99 жыл шығарып қойды деймін. Бәй, менің болды қайбір жылдары. Әйтеуір, оны кім шығарғанын білмеймін, кейіннен Қарақұсова Гүлжана Жапиевна болды. Сол кезде болу керек, или Бәйменовтің кезінде болу керек, Бәйменовтің кезінде болу керек. 2001 жылы 3 апрель күні 326 постановление правительства бұрғыта қалды. Жаңағы тергеп тексеруді. Мен біреу түсінбей қалса қайталап айтам, еңбекті қорғауды, қауіпсіздік сақтауда бірінші орынға мен өзім қоятын болсам, маған, конечно, ол ғалымдар бар, білгіштер бар, ол өздері айтады. Мен өз пайымымды айтам. Бірінші орында оқу, екінші орында біз жол беріп алдық па жазатайым оқиғаға, оны жан-жақты, анық, таза, әділ тергеп, тексеру, зерделеу. Келесі жолы сондай оқиғаға жол бермес үшін бұл ең нәрсе. Сол кезде мен Госкортехнадзорда жұмыс жасайтынмын, жаңадан кірген. 326 постановление бұрғытаған кезде менің қымбатты, құрметті ақсақалдарым, тәлімгерлерім, Едік Сейілхан Сүлейменов көкем, Аманжол Қази Шерғалиев көкем, Сырам Ғаббасович ағам, бәрі былай қарағанда не болды ғой еді, сасып қалды. Ондай болып, Госкортехнадзорды расследованиядан лақтырып жібереді деп ойлаған жоқ. Но мына жерден Серікқали Құмарович мастер осылай ойлады енді. Қазір ол кісілер болса, тыңдаса, ренжімейді деп ойлаймын мен. 25 жыл бұрын оқиға болып. Содан 916 постановлениеменен әйтеуір шауып жүріп, шулап жүріп, өзгеріс енгізді. Өзгеріс енгізгенде бәрібірде
должный уровне сол өзгеріс болмай қалды. 2002 жылы 3 апрель күні біздің промбез шықты, заңымыз өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы. Бәрібірде осы күннен бастап қауіпті өндірістік объектілерде жазатайым оқиғалар болған жағдайда тергеп тексеру ақсады. Қазіргі жағдайда содан бері қарай, қазір басында тергеп тексеру, қазір авария дейді. Следствие авария болған жағдайда жазатайым оқиға орын алса, жаңа Госкомтехнадзордың адамы председатель болады деген заңда сондай бір тармақ бар. Тармақ болғанымен ол дәл кеп жазылмағаннан кейін қисайып тұр. Кім бұның несін зиянын көреді? Жазатайым оқиға алған адам. Егер бізде адам, оның өмірі, оның денсаулығы біздің басты байлығымыз болса, осы жерде біз түзетулер енгізуге тиістіміз. Менің өз оқиғамды айтайын. Теміртауда мынау бензин сақтайды, дәу болады ғой бөшкелер. Сол бөшкенің ішіне түсетті бір адам өліп қалады. Мен айтам, мен ол кезде охрана труда да істеймін, еңбек инспекциясында. Господа, мырзалар, мынау сендердің делерің, сендердің объектілерің. Не? Бұл жерде авария болған жоқ дейді. Авария болған жоқ. Бұл сендердікі дейді. Сонымен адамын береді, біз тергеп тексереміз. Ал Госкомтехнадзорда ол жерде специалисттер отырады. По горному, геология, нефтегазы отыр, жаңағы, неменесі бар жаңағы, подъемный сооружение, взрывник отырады отдельно, хлебопродукт отдельно отырады. Сол бірнеше бағыттағы әрқайсысында специалисттер отырады. Ал охрана трудада, бұл жерде жаңа трудовое отношение дейді, бір отдел отырады, бір отделы бьет деп қояды, как безопасность охрана труда. Ну, они юристтер, экономисттер, тхи там, специалист емес үшін. Оны ешкім намыстанбау да керек. Мен сөйірде болған, көрген адамын. Сондықтан жаңағы нәрсені олар алмады. Прокурор айтты, Шынтас сенікі дұрыс емес, сен аласың деді. Ну, сотталатын жағдай жоқ, алдық қой енді. Алдық. Бірақ та ол Госкомтехнадзордың объектісі болғаннан кейін, қазір бір момент бар, проверочный лист дейді. Проверочный листіге мынандай лист жазып алған, сонымен келіп инспекторлар тексереді, сол кезде ол соның объектісі болады. Ал охрана тұрда тексереді. Ол жаңа кімге больничный бермеді, жаңа умывальникте сабын бар ма, ыстық су бар ма, полотенце бар ма деген сияқты ғой жаңағы. Охрана тұрда театр жаңағы неден басталған болса, театр киімдіктен. Охрана тұрда да сол жерден басталады. Киімдіктен басталады охрана тұрда. Мен жалпы өзім айтам, охрана тұрда ол адамның жағдайын жасау, ал енді Госкомтехнадзордікі техниканың жағдайын жасау, оборудованияның, темірдің жағдайын жасау деп. Бәрі-бірде. Бүгінгі мен 46 адам қай жыл қайтыс болды? 22 жыл ма, 24 жыл ма қайтыс болды ғой Қарағандыда. Сол кезде мен Фейсбукта жаздым 46 плюс 2 деп. Сол кезде мына біздің Жамбыл облысында Шатыркөлде 2 адам қайтыс болды. Не біреу қайтыс болды ма? Ну, болды. Несчастный случай. Сонда мынау шахтаның төбесін бекіткен бетон, тарқет бетон дейді. Сол құлаған. Соны охрана труда тексеріп жатыр. Тергеп тексеріп. Мен айтам, господа, өзіме мен ешкім тыңдамайды ғой. Это же авария. Шахта. Это сооружение. Раз заңда жазылып тұрса, авария это разрушение, там, не дейді жаңағы, сооружение дейтін болса, тепек бұл жерде сооружениеде разрушение болып тұр. Жоқ, алмайды. Оны білесіздер ме? Неге болай? Олай болатын жағдайы, заң оған қолдап тұр. Олай болатын жағдайы бұлай. Госкомтехнадзорда учет. Мынандай несчастный случай болды, былтыр, биыл мынандай несчастный случай болды деп, коллегияда басқа жерде сілкілейді.
Охрана труда да ол нешесі случай көп. Біреу мәшине қағып кетті, біреуді аяғын қайырып алды, шынтағы шығып кетті. Оның бәрі еңбекті қорғау бойынша, еңбек қауіпсіздігі бойынша бәрі нешесі случай. Сөйтеді, анау қауіпті объектідегі нешесі случайлар охрана трудаға кіріп кетеді. Екеуара келіседі болмаса, менде учет көбейіп кетті, сен мынаны ал деп. Особенно мынау Қарағандыда, Қостанайда, Өскеменде нешесі случай көп, сондықтан осылай болады. Енді міне 20 жылдан асып кетті, осы жері орнына келмей тұр. Бұрында да заң бар кезде де кішкене жақсы еді. Мына консолидированный закон. Осындай нешесін жаңағы жазатайым оқиғаларда өте көп жағдайда Госкортехнадзор бүгінгі таңда жаңағы, мен дәл қазір қалай деп аталатынын да білмеймін, оның маған керегі де жоқ. Бірақ та бәрібір соны білгеннен кейін, көргеннен кейін жаным ауырады. Анау зардап шеккендерге жаным ашиды. Бұл деген жаңағы менің бойынша еңбек инспекциясының жұмысы. Әрине менің мұны айтып атқаным, ол ешқандай бір заңды трактовка жасаған анаған мынаған келмейді. Мен өз инициативімменен айтып жатырмын сіздерге. Көп деген осы расследованияға қатыстым мен. Содан көп деген сабақ алдым. Жаңағы мені Жамбылда болған оқиға, Шатыркөлдегі 2 адам өлген. Осы жердегі инспекторлар, Шатыркөлдің адамдары біледі оны. Соны Госкортехнадзор тексеру керек еді, тергеп тексерген жоқ. Жаңағы Теміртауда болған оқиға, оны да тексерген жоқ. Осыған байланысты өзінің подконтрольный объектісін Госкортехнадзор расследование жүргізбегеннен кейін олардың несі түсе береді. Деңгейі. Тәжірибесі жоқ. Осы ішіне кіріп, тергеп, тексеріп, детально не болды, қалай болды, апаттарға жол берілмес еді. Таласатын анау адамдар енді көп қой. Вот, міне, менің пайымдағаным осы күнге дейін. Білетінім осы. Қайталаймын, любой инцидент расследовать етілу керек. Любой. Өйткені ол адамның ойын өсіреді, пайымын өсіреді. Ол түк көрмеген адамды қалай ол? Апарып сен оны апаттың алдын ал дейсің. Ол аламайды. Өйткені ол білмейді оның жаңа қаяқтан келетінін, ненің жағдайын деген. Ал егерде жаңағыдайды зерттеп, зерделеп, тексеріп тұрса, ол оны біліп үлкен апатқа жол бермес еді. Ал еңбек инспекторлары не істейді? Оларға бәрі күніге зерделеп, зерттеп, қалай болса солай инспектор не қылып, жазып жаңағы тергеп тексеруді жүре береді. Оны тексеріп, ешкім пайымдап нетіп атқанда адам жоқ. Жылда әйтеуір 3 жаққа жібереді, 7 жерге жібереді аттысын. Прокуратура, милиция, уполномоченный орган, жардап шегуші, анау 7 адамға жібереді. Оның көбінде іс қозғалмайды. Іс қозғалатын нәрсенің өзінде де. Өйткені прокуратураның да, милицияның да өзінің басқа ашылмай атқан қылмыстары көп. Сондықтан іс қозғалмай, ол қалды кетеді. Тәртібі. Жазатайым оқиға орын алды ма, оны жаңағы заңда бәрі жазылған. Мен заңда жазылмаған бұлай қитұрқы әдістерін айтамын сіздерге. Заңда жазылған елдің бәрі біледі. Ол барады, инспектор барады да жаңағы несін айтады. Жүргізгеннен кейін, акт расследование жүргізгеннен кейін, өздеріңіз білесіздер ғой біздің менталитетте, қойшы осыны. Өкіметтің адамымен таласу болмайды, келісеміз, қаламыз, аз-маз ақша береді, неміз жұмыс берушіміз, заңды жаңағы коллективный договор дейді, коллективный трудовой договор дейді. Соған байланысты
көмөгүн берет, анаусын мынаусын сонуменен коя коямыз. Ол ертең де сондай нерсе кайталанып жатат. Енді кейбір кісілер коя коймайды, оның жаңағы несін не кылады, арыз жазады. Арыз жазған жағдайда облыстың бас инспекторы заключение жазады. Анау акт расследования дұрыс болды ма, болмады ма деген. Сіздерге түсініктірек болу үшін мен уақытым аз, мен енді ол 40 минуттан артық отыра алмаймын. Тек қана 1 мен 2-нің ортасында ғана. Мен осы анау қалай газет бар ғой, Ленинский тойс экспресс-ның бір бетіне түгел шыққан, время газетінің бір бетіне түгел шыққан, содан кейін анау Караван деген газеттерге, сондай орыс тілді газеттердің бәрінің беттеріне түгелімен шыққан, Қарағанды облысында болған қауіпті емес, ештеңке емес, жол апатынан қайтыс болғанның тергеп тексерудің мәнісін сіздерге мен айтайын. Ертеңнен бастап күніге осындай жағдайлардың бәрібір деталін сіздерге бұлай зерттеп айтып берем. Менің енді қалжыңдап қойышым көкелеріме, Алексей Ильхановичке, Аманжол Қазиевичке, егерде мен мықты маман болып кетсем, өзімнің арқам, өзім мықтымын мен. Бір жерде қате жіберсем, сіздердің қателіктеріңіз дұрыс үйретпеген деп. Қалжыңдау үшін көкелерім бар шығар, осыны көрсе ырза болар. Қазір көп болды араласпай кетті. Басқа жақта жұмыс істеймін, басқа жақта тұрамын. Содан Жезқазған қаласы о кезде ненің Қарағандының құрамында, Жезқазған қаласында антимонопольный комитет деген болады. Соның территориальный органы Жезқазған қаласында бір судың тарифін бір бәлені бекітуге, не дейді андай, халықты тыңдауға неге барады? Сағат 10-ға ма, 11-ге ма жиналыс планировать етеді. Соған 4:30-да ма, 5:30-да ма Қарағандыдан шығады. Бір замы бар, жаңа территориальный органның антимонопольщиктің. Бір начальник отделы бар. Соның кейін теплотранзит деген мекеме бар. Жамбылда Жамбыл жылу деп аталады. Алматыда қалай деп аталады, білмеймін. В общем, соның теплотранзиттің подконтрольный ғой, соның мәселесін алып сұрап алады. Жолда, шет ауданында атасуға жетпей машина авария болады. Содан мен жеке танушы едім. Бөлім бастығы жап-жас жігіт 30-дың ар жақ бер жағындағы. Сол жігіт жерде қайтыс болып кетеді. Орынбасары жаңағы аман қалады, шофыр аман қалады. Зардап шегеді екеуі де. Соныменен біздің инспектор шығады. Мен о кезде Қарағанды облысының бас еңбек инспекторым. Инспектор шығады да акті жасайды. Жұмыс кезінде емес дейді. Жұмыс кезінде емес, осындай жағдай болды. Сондықтан ол өндіріспен қатысы жоқ дейді. Кішкентай баласы бар келіншек, емізулі баласы бар. Оны өзі көтерген, 1,5-2 жасар баланы қайнағасы көтерген, жаңағы қайтыс болған, мерт болған баланың ағасы. Екеуі маған келеді. Осылай жағдай. Мына екі бала, мынау келін. Сон келін журналист, мен ұмытып қалдым атын. Қарағандинский вестник бір газет бар еді, сода істейді. Содан осылай жағдай дейді. Мен айтам, жарайды, жақсы, болды. Сонымен актыны қарайым, енді актыге ол инспектор өзі самостоятельный. Комиссия ғой. Бірінші жаңа комиссия құрылғанда айтып кетейін, спецрасследование болса, жаңағы госинспектор председатель болады. Представитель работодателя дейді.
Ол обычно профсоюз болады. Представитель работника дейді. Ой, представитель работника профсоюз болады. Представитель работодателя, ол технический руководитель болады жаңағы мекеменің. Главный бастығы болады, короче. Сөйтіп 3 адам болады, кей-кезде 4 адам, сөйтіп комиссия құрылып, егерде басқа болса, жаңағы санэпидстанциядан, энергетиктерден, технадзордан қосылса, одан да көп адам болады. Әртүрлі жағдай, оның бәріне келемін, данным случай айтайын. Анау, да, жұмыс уақыт емес, таңғы 6 ма, 7 ма, 5 ма әйтеуір. Дәл уақытты ойымда жоқ, бірақ жылы мекеме бәрі ойымда. Ол 45 жыл сақталады, несчастный случай, егер менмен тең соны еған келіспеген адам болса, тауып алуға болады оны. Нені, актысын. Сонымен актыны алам, қарайым, обстоятельства жаңадай жазылған. Мен заключение жазуым керек. Менің бар ойым, анау келіншекке көмектесуім керек. Ол кезде бұл 25-ке келмеген, жап-жас үлбіріп тұрған қыз ғой, кішкентай қыз ғой. Күйеуге шыққан енді сол бала туған. Содан мен не істеймін? Мен командировочный лист қайда? Көтерем. Командировочный берген кезде, оны командировать еткен адам, в данном случае работодатель, сіздер маған орысша, қазақша деп бүйтіп айтпаңыздар, мен бұл арнайы бір шығып, неғып тұрған жоқпын ғой, тілім жеткенше айтамын. Бірақ сіздер түсінетіндей қылып айтамын. Командировочный жіберді ма? Командировочныйға жұмыс беруші, оның командировочныйына ақшасын түсіру керек. Көлікпен қамтамасыз ету керек. Болмаса билет алып беру керек. Бұл жерде оның біреу де орындалмаған. Барасың деген командировочныйден кейіннен де приказын анаусын істей салады ғой, ол ерінде. Ең бастысы ол подконтрольный. Өзіне жаңағы тәуелді мекеме дейміз бе, қалай дейміз? Ол тексереді ғой, короче, ананың несін. Не аты? Тарифін тексереді, тарифін. Сондықтан ол тәуелді анаға қарсы сөйлемейді ол. Теплотранзит мәшіне береді, теплотранзитті мәшінесімен барып авария болады. Біріншіден, жалпы қазақша айтқанда, ол екі маман жезқазғанға қыз ойнақ хабарласқан жоқ. Жезқазғанға жаңа не аты? Құдалыққа бара жатқан жоқ. Болмаса, нағашысына, қайын жұртына ондай жоқ. Ол жұмыс берушінің тапсырмасымен бара жатыр. То есть, в интересах работодателя действует дейді ғой, былай айтқан кезде. Соныменен, оларға мен аламда заключение жазам, 100% вина работодателя дейді. Құдай самасын көкелерім келеді, анау біз госоргымыз ғой, сондаймыз ғой, мұндаймыз ғой. Ну и что? Ана баланы не істейміз? Ана келіншекті не істейміз? Сендер асырайсыңдар ма? Ертең баланың 40-ын береді, жылын береді, болды, ұмытып кетеді бәрі. Ауминалық акбар. Ол балаға көмек керек. Жалпы шындығы керек қой өмірдің. Шындығы керек. Міне осы мәселені мен жазып бердім. 100%. Облыста трехсторонная комиссия деген болады. Там жұмыс беруші, профсоюз, облыстық әкім, бір жиналыс бар сонда. Сол жиналыста ғой, талай нәрсе айтылады, әйтеуір. Кейін бір келем, Бердібек Сапарбаевтың қалай местный органға инспекцияға өткізіп жібергеніне. Келесі уақыттарда келем. Сондықтан трехсторонная комиссияда қаралады ол. Сол жерде қараған активистер көп. Солар шығарады. Сонымен өз жерде былай дейді, біреу былай дейді. Сотқа берілді. Антимонопольщиктер нені сотқа берді. А мен сот 100% мен поддержу. Потому что ол не дейміз қой. Енді осы жерде бірдеңке бар. Трудовой кодекске, последний трудовой кодекске бір ендіріп жіберді. Егер жаңа жұмыс уақытысы болмаса, ол жаңағы тіркеуге алынбайды деп. Бұл енді ақымақтық. Ақымақтық. Жұмыс уақытысы ма, жұмыс уақытысы емес пе, если пострадавший действует в интересах работодателя, ол учетный болуға тиіс. Ол қыдырып жүрген жоқ қой ол.
жаңағы мен айтқандай құдалыққа болмаса вечерге бара жатқан жоқ қой. Ол жұмыспен келе жатыр. Дәл осы бойынша Жамбыл облысының Жуалы ауданында біреудің мәселесін мен жазып берген, шешіп берген біреудің мәселесін. Ақыран тұрды Жамбылда да істегенім бар. Міне, құрметті, бір оқиға ғана, ал оның артында қандай тағдыр бар. Ол мен сөйірдегі жаңағы 100% деп жазып бергеннен ол кісілер бірдеңке алды ма, алмады ма, ол бала қазір қаншада, ол қыз, біреу бала болу керек, кішкентай. Олар өсті 20-ға, 30-ға келді ма, мен одан әрине хабарсызбын. Бірақ та мен осы жұмысымнан әлі күнге мақтан тұтам, содан мен ләззат адам. Өйткені мен анау адамға біліксіз инспектордың жазған актісін өзімнің заключениемен түзеп, таза істеп бердім. Соны мен мысалы өмірде өзіме тура қараймын. Қарағандыдан ары бері өткен кезде басым жоғары жүреді. Ал енді сөйірді былай ет десем, осылай. Міне, осымен мен сөзімді аяқтаймын. Өйткені менде уақыт аз, мен жұмыстағы адаммын. Түскі сағат 1 мен 2-дің ортасында осындай білгенімді сіздермен бөліспекшімін. Сіздер мынаны жаңағы айтып жатады ғой, ютубтағылар, тана, мынау лайк, майын білмеймін, бірақ та мынаны елдің бәрі көру керек бұны. Өйткені ертең сіздің бір туысыңыз, ағайыныңыз, балдызыңыз бірдеңкеңіз сұрап қалса, ол сәл де болса көзіңіз ашық болады. Айтпесе, ой, инспектор айтты ғой, өкіметтің адамы ғой, айта береді ол инспектор. Ең бастысы біздің болғанда біз енді мақсат қоямайық қой, мен өзімнің білгенімді сіздерге осы бір случай бойынша айттым. Ертең Алла қаласа, Құда қаласа 1 мен 2-ның ортасында, Алла қаласа, мен бұл әңгімені ары қарай жалғастырам. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, мен қазір YouTube каналға салам, өңдемеймін, әрлемеймін, тек қана осылай көріңіздер, жазыңыздар, айтыңыздар. Мен бір не қылайын деп тұрған жоқ, былай айтады ғой, келіншек шымылдықтың ішіндегісін ғана көреді, мен сыртындағы әңгімені айтайын дейді ғой. Сол орыстар айтады, кухнясын айтайын дейді. Міне, адам біздің ең байлығымыз, қоғамның байлығы адамның денсаулығы, оның қауіпсіздігі. Осы үшін күніге әңгіме айтып тұруды шештім. Осылай жігіттер. Рахмет. Кім көріп, кім қатысса, бұны қалай не қылады екен, өшіреді екен енді. Бұны қалай өшіреді ма? Бұны қалай өшіреді екен? Завершит прямой эфир дейді. Завершит дейді. Тауып алдым, сау болыңыздар. 33 минут, бір 40 минутта сөйлеуге уақыт бар екен, әлі 15 минут. Жарайды, жақсы. Ертең тура осы расследование несчастный случай басқа жағдайда, басқа оқиғаларды айтып жалғастырамын. Сау болып тұрыңыздар. Ертең бірден кейін міндетті түрде қосылыңыздар, көріңіздер. Бұлақтың басынан су ішкен сияқты прямо эфирден көргенге ештеңе жетпейді.